Бейбіт, мен не істедім? Жібер, не үшін ұстап тұрсың мені? Жіберші, болды, жіберші. Менің рулетімді жеген, көтер басында. Шапшын. Рулетім қайда? Қайдағы рулет? Үрле. Үрле? Үрле. Кофе іштің бе? Иә, таңертең іштім. Печенье жедің бе? Иә, жедім, бірақ ол менікі, өзім сатып алдым. Мынау кешегі самсама? Айттым ғой саған, мен расымен де сенің рулетің жеген жоқпын. Бейбат? Бейбат? Онда кім жеген менің рулетімді? Достар, сәлем! Технодом Каз арнасында әдеттегідей видео обзор. Бүгін біз iPhone 13 Pro Max туралы сөйлесеміз. Ал сіздерден болса, лайк, коммент және арнамызға жазылсаңыз жақсы болатын еді. Ал, кеттік! Менің қолымда iPhone 13 Pro Max. Бұны кімге және не үшін алу керек екенін айтамын. Себебі жыл сайын бұлардың бағалары шарықтап баратыр, сол үшін смартфон аларда жақсылап тұрып ойлану керек. Біріншіден дизайннан бастайық. Шынын айтқанда Apple таңғалдырудан шаршаған сияқты. Жыл сайын жаңа шығып жатқан модельдерінде вау деп айтатын еш нәрсесі жоқ. Тек жаңа түстерін қосады да болды. Жаңа түстер демекші, мысалы бізде жаңа түстердің бірі, орысша айтқанда небесно-голубой, біз болсақ аспан түсті деп айта салайық. Иә, өте жағымды көрінеді, ерекше, бірақ мысалы көзге қатты түспейді. Бұндай сізге ұнамаса, алдың айфондардың түстерінің бәрі осы модельдерінде де бар. Ғаламтордағы әңгімелерге сенетін болсақ, бұндай дизайн бізбен әлі 5 жыл жүретін болады. Себебі аккумулятор немесе тағы басқа құрылғыларды әлі болса да кішірейте алмай жатыр. Сондықтан уақыт өте келе олар кішірейгенде біз де жіңішке модельдерін көретін боламыз. Негізінде iPhone 13 Pro Max пен iPhone 12 Pro Max-ты айыру қиын. Ал егер сіз жаңа iPhone-мен мақтанғаныңыз келсе, онда осындай ерекше сері блю түсін таңдаңыз. Сол кезде алыстан ақ сізде жаңа iPhone бар екенін түсініп қояды. Артындағы камерасына көшейік. Негізі 12 Pro Max пен салыстырсақ, айырмашылықты байқауымыз мүмкін. 13 Pro Max-та камера сәл ғана үлкейген. Мысалы, 13 пен 12-ні қолымызға ұстап салыстырсақ, айыра аламыз. Келесі визуалды өзгеріс экранның төбесінде. iPhone 13-те осы кекілін сәл ғана кішірейткен. Бірақ мен үшін шын айтқанда, кекілі үлкен, кіші болғаны ауа райын өзгертпейді. Келесі өзгеріс әрине жалпы сыртында. 13 Pro Max қалыңдаған, соған сәйкес әрине ауырлады. 12 Pro Max 228 грамм болса, 13 Pro Max 240 грамм. Бірден айта кетейік, 12 Pro Max-ның қабы бұған келмейді. Неге деп ренжімеңдер? Бұл үлкен әлемдік бизнес. Жаңа смартфонда жаңа қаптар болу керек. Соған байланысты ақшалары да өседі. Солай. 13 Pro Max-та A15 Bionic деген әлемдегі ең тез жұмыс жасайтын чип орнатылған. Графикалық процессоры 5 ядерлік. Сол үшін басқа iPhone-дарға қарағанда 25%-ға жарық. Бәріміз білетін OLED технологиясымен жасалған. Жауап қайтару уақыты 120 Гц. Әсіресе TikTok немесе Instagram'да отырсақ, бұл өзгерістер байқалады. Және де геймерлер үшін мұндай өзгерістер жақсы жаңалық. Енді тек Pro Max-қа тиісті өзгеріс туралы айтайық. Оның аккумуляторы 2,5 сағатқа көбейді. Әйтеуір Тим Кук мырза біздің дұғаларымызды естіген сияқты. 2,5 сағатқа аккумулятордың ұлғайғаны бұл үлкен жетістік. Бірақ айта кеткендей, бұл тек Pro Max-қа тиісті. Қалған модельдерінде бәрі бұрынғыдай. Айтпақшы, бұл смартфонды судың астында 6 метр тереңдікте ұстауға болады. Бірақ ең бастысы тұзды суға салу керек емес. Өйткені қалай дегенмен техника тұзды суды жақсы көрмейді. iPhone 13 Pro Max-ты кімдерге алу керек деген сұраққа келсек, қазіргі уақытта бәріңіз білетін мобилографтарға бұл жаңа модель артық кетпейді. Apple-дың өзі мобилография бағытын соңғы жылдары қолдап жүр. Тіпті осы 13-тердің презентациясының жартысы тек мобилографияға қатысты болды. 1 терабайттық жадты сол мобилографтар үшін де шығарған секілді. Одан бөлек әрине бәрі қызығып жатқан киноэффект режимі. Портреттік режимді бәріңіз білесіздер. Енді осыны олар видеоға да қосқан. Видео түсіру барысында фокус керекті адамдарды өзі тауып соған бағытталады. Немесе өзіңде сол фокуспен басқара аласың. Түсіру барысында және түсіріп болғаннан кейін де өңдеуге болады.
бір емес, бірнеше адамдарды түсірсең, бұл функция расымен де ыңғайлы. Иә, бұл функциясында кемшіліктер бар, бірақ жыл сайын Apple енді осы кино режимді жақсартумен жұмыс жасайтын сияқты. Біздің елде мобилография дәуірі енді бастау алып келеді. Ал шет елдерде бұл сала өз орнын нық басқандай. Мысалы, жаңалық қызметкерлері ешқандай командасыз бір өзі оқиға орнына барып, жұмысын істей береді. Оны қойш, тіпті клиптер де iPhone-ға түсіріліп кеткен. Селена Гоместің клипін бәріңіз естіген шығарсыздар. Apple компаниясы расымен де камерасымен мақтана алады. Samsung-тың жанкүйерлері ренжімесін. Бізден кеңес. Жаңа iPhone-ды алыңыз келсе, онда 13 Pro Max-ты алыңыз. Себебі 13-тің басқа моделдерінде үлкен өзгерістер жоқ. Және де оған қоса міндетті түрде қорғаушы қабын сатып алу керек. Егер сіз камерасын немесе экранын сырып алсаңыз, ішіңіз күймек түгіл жарылып кетеді. Қайткенмен де арзан смартфон емес. Қазіргі сәтте халықтың жағдайы бұрынғыдай мәз емес. Бірақ сонда да iPhone сатылымға шыққан сәттен бастап адамдар тоқтаусыз алуда. Сондықтан көп ойланбай астымыздағы сілтемеге басып, сайтта сіз тапсырыс бере аласыз. Немесе де Технодомның кез келген дүкеніне кіріп сатып алыңыз. Ал осымен сіздерге көріскенше дейміз. Ойлашы, бір ресторанға барып отырасың да, қарында ас қанша шықты дейсің. Ол сізге QR немесе NFC алып келеді. Сол кезде сен iPhone 13-ті шығарасың, бәріне көрсетіп тұрып төлеп атасың. Бәрі қарайды сол кезде. Сол кезде ақшаң жетпей қалатын сияқты ғой, өйткені ақшаның бәрін iPhone-ға жібердің де тамағын сатып алмайсың.